Күн қанша ерте басталса, сонша сіз көп ісіңізді жасап үлгересіз әрі күн соншалықты жемісті өтетіндігін байқаған боларсыз. Ерте тұру және таңғы уақытқа деген ерекше көзқарас біздің асыл дінімізбен ұсынылған. Иман келтіргендер үшін ерекше берекелі уақыт бар. Бұл уақыт таң намазынан кейінгі кез. Осы уақыт жөнінде пайғамбарымыз Мұхаммед оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын былай айтқан болатын: Уа, Алла, таңғы уақытта менің үмбетіме береке бер. Сіздердің назарларыңызға таң намазынан кейін орындалатын әрі жаңа күнге ниеттендіретін бірнеше сүннетті ұсынамыз. Алланы еске алу. Хадисте былай келтірілген: намаз оқып болған соң, орнында қалып Алланы еске алатын кез келген адам үшін періштелер Алладан ол үшін кешірім сұрауын үзбейді екен. Періштелер: Алла оны кешірші. Алла оған рахымыңды төгші деп дұға етеді. Ал басқа хадисте былай айтылған: кімде-кім таң намазын оқып болып, орнында қалып, күн шыққанша Алланы еске алса, ал күн шыққан соң 2 ракағат намаз оқыса, ол толықтай кіші және үлкен қажылық өтегендей сауап алады. Духа намазы. Духа намазы ерікті түрде оқылатын нәпіл намаз. Оны күн шыққаннан кейін 20 минуттан соң әрі бесін намазына 45 минут қалғанға дейін оқуға болады. Духа намазын оқу күннің сәтті өтуінің кепілі. Хадисте былай айтылған: 2 ракағат духа намазын оқуда табандылық танытқан адамның теңіздің көбігіндей көп кіші күнәлары болса да кешіріледі. Ал басқа хадисте былай келтірілген: жұмақта духа қақпасы бар. Қиямет күні хабаршы, духа намазын оқығандар қайда? Мынау сендер кіретін қақпа, Алланың мейіріммен осында кіріңдер деп айтады. Үшінші, бұл Құран оқу. Таңғы уақытты Құран оқуға және оның мағынасы жөнінде ойлануға арнаған өте пайдалы. Бұл уақытта адам өзін Құранға ғана арнап күллі әлемнен оңашаланып, сауаптар мен Алла тағаланың разылығына кенелетін кез. Сонымен қатар осы уақыт Құранды жаттауға ең лайық шақ. Қасиетті Құранда Алла тағала былай айтқан: түс қиғаннан түннің қараңғылығына дейін намаз оқы, бесін, екінді, ақшам және жашиық намаздары. Әрі таң намазын оқы. Күдіксіз таң намазына періштелер де қатынасады. Ал хадисте былай айтылған: егер адам Құран оқуды кешке аяқтаса, періштелер оның кешірілуін таң атқанша сұрайтын болады. Ал егер адам Құран оқуын таңертең бітірсе, періштелер оның кешірілуін кешке дейін сұрайды. Төртінші, бұл дұға ету. Күллі әлем шырт ұйқыда жатқан осы бір қайырлы уақытта Алла тағаладан аса маңызды нәрсені сұраңыз. Өзіңіз әрі жақындарыңыз үшін дұға жасаңыз. Өзіңізге қажет нәрсені Алланың нәсіп етуін тілеңіз. Дұғаны шынайы ниетпен жасаңыз. Бесінші, күн тәртібі. Бұл пункт Алла елшісінің сүннетіне жатпайды дегенмен, өз уақытына ұқыпты қараудың белгісі болып табылады. Таң ата келе күні бойы жасайтын істеріңіздің тізімін жасап алыңыз да, сол тәртіпке сай әрекет етіңіз, сонда күніңіздің жемісті болып өткенін көресіз. Адамды Аллаға жақындататын нәпіл ғибадаттардың бірі дұға намазы. Бұл қандай намаз? Қандай артықшылықтары бар? Қалай оқылады? Осы секілді сауалдарға жауап іздеп көрсек. Таңертең дұға намазын оқушы кешке дейінгі қиындықтардан құтылады. Әбу Ат-Дарда мен Әбу Зардан жеткен құдси хадисте: уа, адам баласы, күннің басында мен үшін 4 ракағат намаз оқы, және мен сені сол күннің соңында құтқарамын делінген. Ғалымдардың бір тобы күннің басында деп дұға немесе таң намазының сүннеті мен парызы нұсқалады. Өйткені олар күн басында оқылады деген. Ал қатарында Тирмизи, Әбу Дәуд секілді хадис ғалымдары бар. Бір топ бұл намазды дұға намазы деп санап, хадисті дұға намазына арналған бөлімге қосқан. Ғалым Әт-Тиби хадисті: мен сені намазыңнан кейін және кешке дейін уайымыңнан құтқарып, саған жек көрінішті болған нәрселерден қорғаймын. Күннің басында жаныңды тазарт және мен қажеттеріңді өтеумен күннің аяғында жаныңды тазартамын, деп тәпсірлеген. Дұға намазы қай уақытта оқылады? Дұға намазының уақыты күн көтерілгеннен кейін басталып, бесін намазына аз уақыт қалғанда аяқталады. Ғалымдар оны нақтырақ есептеп, күн шыққаннан кейін 15 минуттан кейін басталып, бесін намазына 10 минут қалғанда аяқталады деп белгілеген. Мүмкіндік болса, дұға намазын күн ысығанда оқыған абзал. Өйткені пайғамбарымыз: тәубе етушілердің намазы түйелердің балалары күнге қыздырына бастаған уақытта, деп айтқан болатын. Дұға намазы қанша ракағат оқылады?
Дұға намазы қосымша құлшылық болғандықтан мұсылманның ниетіне қарай 2 ракағаттан 12 ракағатқа дейін оқылады және 2 ракағаттан бөліп оқыған дұрыс. Өйткені Әбу Хурайрадан жеткен хадисте Алла елшісінің 2 ракағат дұғаны тастамауды өсиет еткені айтылса, Айша анамыздан жеткен хадисте пайғамбардың күн сайын 4 ракағат оқығандығы және қалауынша қосқандығы баяндалған. Сахабаларға өсиет етілген намаз. Айша анамыз айтады, Алла елшісі 4 ракағат дұға намазын оқитын. Және Алла қалағанша қосатын. Ғалымдар бұл намазды Алла елшісі оқыған және сахабаларын бағыттаған деген екен. Дұға намазы әр буынның садақасын алмастырады. Алла елшісі, күн шыққан әрбір күні әрқайсысың денелерінде неше буын болса, сонша садақа беруге тиістісіңдер. Әрбір айтылған субханаллах садақа және әлхамдулиллах садақа. Әрбір айтылған ла илаха илляллах садақа және әрбір айтылған Аллаху әкбар садақа. Жақсылыққа шақыру садақа, жамандықтан тыюда садақа, бірақ осының бәрін таңертеңгілік оқылған 2 бас нәпіл намаз дұға ауыстыра алады деген. Сүйікті достың мұрасы. Сахаба Әбу Хурайра, менің сүйікті досым, пайғамбар, менен айына 3 күн ораза ұстауды, таңертең 2 ракағат таңертеңгілік дұға намазын орындауды және ұйықтар алдында үтір намазын орындауды талап етті деген. Ал Әбу Аттарда, менің сүйікті пайғамбарым көзім тірі кезде ешқашан бас тартпайтын 3 нәрсені өсиет етті. Ай сайын 3 күн ораза ұстау, дұға намазын оқу және үтір намазын оқымай ұйықтамау деген. Бұл 2 хадисте дұға намазын үнемі тастамай орындап тұрудың артықшылығын көрсетеді. Тәубе етушілердің намазы. Әбу Хурайра жеткізген басқа хадисте, дұға намазын тәубе етушіден басқа ешкім үнемі орындамайды. Шын мәнінде бұл тәубе етушілердің намазы. Дұға намазын оқушы қажылық пен умраның сауабын алады. Әнас ибн Мәлик жеткізеді, таң намазын жамағатпен оқып, содан кейін орында қалып, күн шыққанша Алланы еске алып, кейін 2 ракағат намаз оқыса, оған толық қажылық пен умраның сауабы жазылады. Хадис ғалымдары мұндағы 2 ракағат намаз, дұға намазы деп санаған. Дұға намазының ерекшеліктері мен дұға намазын оқыған адамға берілетін сауаптарды бір қайталап өтсек. Таңертең дұға намазын оқушы кешке дейінгі қиындықтардан құтылады. Сахабаларға өсиет етілген намаз. Дұға намазы әр буынның садақасын алмастырады. Сүйікті достың мұрасы. Тәубе етушілердің намазы. Дұға намазын оқушы қажылық пен умраның сауабын алады. Алла тағала жасаған құлшылықтарыңызды қабыл етіп, амал, ниеттеріңізге мол сауаптан жазсын. Аман сау болыңыздар. Қадірлі де құрметті көрермендер. Ең жақсы дұғалар қайда десек, әрине, бұл Құрандағы дұғалар. Сондықтан сіздер үшін арнайы жинақталған Құрандағы 40 дұға электронды кітапшасы сатылымда. Кітапшада ризық, береке, кешірім сұрау, иман байлығы және тағы да басқа тақырыпта дұғалар бар. Бағасы 50% жеңілдікпен бар болғаны 1000 теңге. Қолжетімді, арзан бағада алып үлгеріңіз. Сонымен қатар әр сатып алушыға сыйлыққа 5 керемет электронды кітапша беріледі. Олар пайғамбарлар дұғалары, кешірім сұрау дұғалары, мыңдаған сауабы бар 6 салауат, ризық арттырудың 15 жолы мен ризық пен береке туралы 25 дұға. Асығыңыз, мүмкіндікті жіберіп алмаңыз, экранда көрсетілген нөмірге жеңілдік сөзін жазыңыз да, төлем жасап электронды кітапшаларды бірден алыңыз.